Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен екі түрлі тәсілде дайындалатын, яғни миксерсіз, миксермен дайындалатын торттың рецебін ұсынамын. Өте оңай әрі қолжетімді заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқаны саламыз, оның үстіне өлшеп алған қантты салып, мен миксерді пайдаландым. Миксермен ақ көпіршік болғанша араластырамыз. Егер де миксермен араластыратын болсаңыз, міндетті түрде ақ көпіршік болғанша араластырған дұрыс. Егер сізде миксер болмаса, венчикпен бір жұмыртқа, яғни қантты қосып, венчикпен араластырасыз. Одан соң айранның үстіне бір шай қасық соданы қосып, осылай араластырып жібереміз де, дайындап алған массаның үстінен құямыз. Одан соң сұйық май құямыз. Сұйық майды мен таразының көмегімен өлшеп құйдым. Сіздерде таразы болмаса, осылай шамамен жарты кесе ғана құйып араластырып жібереміз. Мен миксермен араластырдым. Сіздер былғауышпен, яғни венчикпен араластыра берсеңіздер болады. Барлығын біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін өлшеп алған ұнның үстіне 2 шай қасық какаоны саламыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін арнайы осы стаканмен көрсетіп салдым. Егер таразы болмаса, осындай көлемде стаканды алып, ұнды салып, жақсылап араластырып жібересіздер. Одан соң міндетті түрде дайын массаның үстіне илектен өткізіп салған дұрыс. Сонда біздің пирогымыздың беті жақсы көтеріліп шығады. Неге енді массаның үстіне илектен өткізіп салатын боламыз? Себебі арасында ұнның түйіршіктері, кез келген қалдықтар болатын болса, ол біздің массамыздың ішіне кетіп, пирогымыздың беті дұрыс көтерілмей қалады. Енді миксермен емес, осындай арнайы қалақшаның көмегімен жақсылап араластырамыз. Мен миксерді пайдаланбай, бірден осылай қалақшамен араластырғанды жөн көремін. Сонда пирог жақсы көтерілетін болады. Енді осы дайын массаны мендегі форманың диаметрі 24 см, астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын жақсылап жаптым да, үстінен дайын массаны құйып, 180 градуста шамамен 30-35 минут, енді әркімнің пеші әртүрлі болғаннан кейін, сіздер одан да көп істеулеріңіз мүмкін. Шамамен 30-35 минуттың арасында пісіріп аламыз. Пісіп-піспегенін көру үшін арнайы таяқшаны пайдаланып, пирогтың пісіп-піспегенін көре аласыздар. Енді осы піскен пирогты бірден формадан шешкеннен кейін 2 бөлікке кесіп аламыз. Ешқандай су алсаңыздар болады. Егер үлгермей қалған жағдайда суытып кесе берсе де болады. Мен бірден духовкадан алғаннан кейін ортасын кестім. Мінекей көргендеріңіздей өте қатты ыстық болып тұр, буы шығып. Келесі ортасына жағатын кремін дайындаймыз. Өлшеп алған, мен шамамен 200 граммдай қаймақты қостым. Осындай міндетті түрде қаймақпен крем жасайтын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мен 200 грамм қаймақ қостым, оның үстіне 200 грамм шоколадный немесе осындай молочный сгущенканы қосып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Немесе кез келген крем түрін пайдаланып жасай берсеңіздер болады. Келесі осылай барлығын жақсылап құйып аламыз да, бірден қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Ешқандай крем жасаудың қиындығы жоқ. Енді осы дайын кремді 2-ге бөліп алған торттың үстіне құйып аламыз. Мен осы торттың үстіңгі бөлігін астына жіберіп, астыңғы бөлігін беткі жағына қоятын қылып жасадым. Сонда беті тегіс болып, біркелкі болып шығады. Ортасына жағатын кремді көптеу қылып жаға беріңіздер. Сонда көтеріңкіленіп, жақсы болып тұрады. Енді міне көргендеріңізде астыңғы бөлігін үстіне қойып жатырмын. Қалған кремнің бөлігін үстіне құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Осы жасаған кремде мен 20% кремді пайдаландым. Сіздер 20-25, тіпті болмай бара жатқан жағдайда ғана 15% пайдалансаңыздар болады.
сіздер өз қалауларыңыз бойынша беткі жағын кез келген өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Немесе тіпті болмай қалған жағдайда ортасындағы крошкасын сәл ғана үгітіп алып бетіне сеуіп жіберсеңіздер де болады. Мінекей осымен біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Дайын болғаннан кейін міндетті түрде шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алсаңыздар да бір-біріне кремі сіңіп өте дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Егер менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір бөліміне өз ойыңызды жазып, мені жоғалтып алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жоғарыдағы Instagram парақшама да тіркеліп, менің күнделікті жасайтын рецепттерімді көре аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Назар салқындағаныңызға рахмет.